Құрметті қазақ елі, мынау әлеуметтік желіде тарап жатқан жалған ақпараттарға сенбеңіздер. Сырттағы ел білмесе дағы осы уақытқа дейін ішкі системада жұмыс жасап отырған қаншама халық біздер көзіміз жетіп әбден бұл жердегі тәркіленіп алып жатқан ақшаның барлығы халықтікі. Тәркіленген 12-13 автомобильдің барлығы халықтікі. Біз Нұрбол Маратұлын қолдаймыз. Біз Нұрбол Маратұлымен біргеміз. Біз асыршылар өз еркімізбен келген, бұл жерде өз қалтамыздағы ақшамызды салып, және де үкіметке налогын, салымшысын бәрін төлеп отырмыз. Құрметті халқым, мына асар жобамыз өте керемет. Халық осымен жұмыс істеп, күнін көріп, барлық қарыз, кредитін жауып келе жатқанбыз. Енді осы заңсыз тексерудің кесірінен бүкіл жұмысымыз тоқтап тұр. Құрметті халқым, сіздер уайымдамаңыздар. Халқымыз бірге болса, асар баспанымыз әлі гүлденеді. Нұрбол Маратовичті заңсыз ұстап отырған мына дердің адамдарын айтарым: Алладан қорқыңдар. Босатыңдар біздің басшымызды. Халқына жұмыс істеп отырған азамат. Асар баспана бұл халықтың жобасы. Пирамида емес, 90 мың адам жиналды осы 2 жылдың ішінде. Бәрі мыңдаған алғыс айтамыз Нұрбол мырзаға. 1 миллиард 200 мың теңге ол халықтың ақшасы. Сол асар баспана тоқтамасын. Біз асар баспананы тағы да жалғастыра берейік. Бұл асардарды мен ешқандай жамандық көрген жоқпын, тек жақсылық қана көріп отырдық. Бұл жерде жақсы сыйлықтар алып отырдық, жақсы бонустар алып отырдық. Бір-бірімізге асарлатып көмек жасадық. Біз ризамыз асаралға. Қазақ халқына айтарым, міне өзіміз бірігіп осындай асар баспанадан бір үміттеніп, өмірімізге бір жаңадан біздің жасымыздағы адамдар мысалы кредиттерін төлеп, бала шағамыздың болашағы бар деп қуанып келіп ек. Осындай міне тексерістің кеселінен қанша уақыт тоқтап тұр, соған жүрегіміз ауырып, алаңдап жүрміз. Енді Нұрбол баламыз бізді осындай тығырықтан шығарамыз дегенге бәріміз қуанып бір үміттенгенбіз. Сол үмітімізге балта шапқандай болып тұр қазір мына тексеріс. Былтыр ғана тексерді, бәрі болды деген. Енді қайта тексеріс сол көз жазбай жатыр. Біз енді айтарымыз, бұл асар баспанадан көргеніміз тек жақсылық болды. Осындай бір үмітіміз жанды. Алға деген, өмірге деген көзқарасымызға бір болашаққа сенім пайда болған. Сол сенімімізді енді жоғалтып алмасақ екен, Нұрбол баламыз тезірек босап шықса екен, соны біз тілейміз. Біз өскемендіктер соны қолдап, міне осында келіп отырмыз, айтайық деп. Біз асар баспана жобасын қолдаймыз.